Бізде негізі жаңа қазақ пенен шиновникті ажырата алмайды. Кім шиновник, кім жаңа қазақ. Шиновник деген үлкен бастықтарды айтады. Жаңа қазақ деген ол жақта емес, бұл жақта емес, ортасында ақшасы көп адамды айтады. Менің бір жаңа қазақ досым бар. Мен бірге бір класста оқыған. 8-ші класты бітіргеннен кейін өз білімменен сыптауға оқуға түскен еді ол кезінде. Содан кейін бір 3-4 жыл бір жерде демалды дегенді естігенбіз екеуміз. Ол қаяқта демалғанын өзі біледі, басқа ешкім білмейді. Сол байып кетті. Сұмдық болғанда енді. Мен әртіс болып жүрмін. Sen bir gün bana telefon soğadı. Gelmeysin be. Bauırım deyip. Onların sözleri olsun değil mi diyorsun? Bauırım, jaday qala deyip qıvattılar. Biz jaday жақсы ғой, лапылтаймыз ғой біз енді. Үйге келіп қоймайсың ба? Ет асып қоймайын ба деп. Сонымен адресін айтты, мекен жайын айтты. Сонымен үйіне баратын болдым. Таңертең шықтым дағы, кешке таман түстен кейін жұмыстан шықтым дағы, үйіне бардым. Соның адресі бойынша, мекен жайы бойынша үйіне баратсам, енді анау дуалының үлкендігі, енді аш шетінде не бар екен көрінбейсің. Бірақ аш шетінде 5 этаж там бар деген ол. Төбесінде сым. Келдім, үлкен қақпа, темір. Bir кнопка бар екен, бастым. Бұл кім деген сұрақ туды. Мен пәленше. Не қылып жүрсіз? Мен пәленшенің класстасы едім. Қазір тұра тұрыңыз деді. Сөйтті бір кезде кіріңіз деді. Шығыр етіп есік ашылды. Үлкен темір есік. Шиқ етіп ішке кірдім. Сөйтем екі жігіт формада енді. Қолдарында неше түрлі заттар бар, мылтықтар, анау. Тұра тұрыңыз деді. Қырық тексердім мені. Не болды дедім мен оларға. Сендер не істемесіңдер деді. Тәртіп осындайды бізде деді. Мен түрмеге келген жоқпын ба дедім мен. Жоқ, түрмеге емес, пәленше класстасыңыз, үйіңізде келдіңіз, жерде айтты, кірсін деп жатыр дейді. Бұлар не? Бізде тәртіп осындай деді. Не істемесің? Мина, сина, пина жоқ па деді. Мина не қылам дедім мен. Қызық па деймін, өлтіремей жүрмін. Қалтамда бір бөлек арағым бар дедім. Bir 100 gram şey koyayım dedim ben sözün şunu. Söyledim onu alıp koydu onlar sarf etkizip. Koysay dedim, yok bunu tekseremiz dedi. Laboratoriyalar var ekan de ötküzөтүн. Soyga жиберди. Сөйтіп әбден тексеріп болды дағы рациямен хабарлады. Burada таза деді, енді Арманға жіберіңіз деді. Арманға жіберсем ал шетінде тағы да бір жігіттер шықты, екі үлкен ит. Сөйтіп итке тексерді деген тағы. Тұрыңыз деді, тәртіп солай деді. Тұрдым бүйтіп. Ана ит тексерді. Тұрдым. Болды ма деп қойдым қарап. Bir кезде болды деді. Таза екен деп рациямен тағы хабарлады ішке. Сонымен енді үйге кірдік. Үйге бұлай кіргізді. Үйге кірсек, жаңағыдегідей әдемі киінген, европалық түрде киінген екі жігіт шықты дағы, сізді екінші қабатта күтіп жатыр деп лифтімен алып барды. Үлкен лифт екен, оны бардық. Екінші қабаттан кіргеннен кейін бір есік ашылды. Есік ашылғаннан кейін бір қыздар ертіп Арман қарай кіргізді. Қарасаңызшы. Арман қарай кіргізгеннен кейін екінші бөлме ашылғанда ар шетінде қабатта үлкен мен класстасым отыр екен. Шықты, уа деп. Менде анау сонша тексерістен келгеннен кейін менде уа болмай қалып жатыр деп лифтімен алып барды. Үлкен лифт екен, оны бардық. Екінші қабаттан кіргеннен кейін бір есік ашылды. Есік ашылғаннан кейін бір қыздар ертіп Арман қарай кіргізді. Қарасаңызшы. Арман қарай кіргізгеннен кейін екінші бөлме ашылғанда ар шетінде қабатта үлкен мен класстасым отыр екен. Шықты, уа деп. Менде анау сонша тексерістен келгеннен кейін менде уа болмай қалды. Дедім, деді. Не сен есін алдынан шықпайсың ба? Сен қандай? Тәртіп солай үйде деді. Үйлерінде тәртіп сондай болады екен өзі. Жаңа қазақ олар. Біз оны білмейміз да. Сосын мына жаққа бөлмеге алып барды. Енді кешке таман болып қалған. Сен рация шулап кетті. Чиқ, келатыр. Түсінбей мен енді анау. Ой, май деп қалды. Bir кезде миға алып ой деп машина келді бір кезде. Машина. Сөйтіп таза екен, ешкім жоқ, кіре беріңіздер деді. 5-6 мерс, джип кірді. Мен бір министерстводан адамдар келіп қалған екен деп қорқып бүйтіп сөйтіп тұрсам, балабақшадан бала сыйлап жатыр екен оны. Сондай немен алып келе жатыр екен да оны. Ой, тоба дедім. Ешкім жоқ, кіре берсін, кірді. Ол балада жилет екен үстінде. Оқ өтпейтін да.
Бұл не деді? Әйел де сөйтіп кетті. Ол әйел вертолетпен кетті төбеден. Ой, бұрмай дедім, бұл қандай әңгіме болды? Не болды? Мен үндемей тұрмын енді. Олар жаңа қазақ қой өйткені. Тамақ іштік. Тамақ енді сұмдық, керемет. Менің мынау оң жағымда 5 вилка, сол жағымда 5-6 қасық. Тәрекілдер неше түрлі. Сонымен далғызылық қой мына жерде. Сөйтінде бір вилкамен колбасаны алдымдағы, сонымен қазы-қартаны ала берген әйелім. Сіз не өйтіп өтсіз? Анау колбаса жейтін вилка екен анау. Ал қазы-қарта жейтін вилка ол бөлек екен. Сыр жейтін вилка бөлек екен. Сонымен соны біраз шатастырып тұрдым мен ана жерде. Сөйттім де қоя салшым, қоя салдым мен де. Шай ішетін болып қалдық екі ортада. Шай келіп қалды да мен бір қасықпен ана құмшекерді алдым да, салдым да қозғай бермей, осып кетті. Немеге қозғап жатсың? Сөйтсем құмшекер салатын қасық бөлек, оны қозғайтын қасық бөлек екен ана жерде. Мен тамақшамен біраз ойландым ана жерде. Немен жеу керек, немен ішу керек, соны ойландым да мен ойғырып. Мен тамақ ішпедім мен арада. Өздері жеп жатыр, ішіп жатыр. Төө дедім, бізде қандай рахат, Біздің үйде қандай рахат? Менің үйімде рахат. Біздің үйде бір-ақ қасық бар. Ол қасықтың өзі тұрлап аламыз өзі. Өзі кеп қалады. Кезектен келіп тұрады да өзі. Кей кезде қисық-қисық келіп қалады. Дұрысы келіп қалады. Дұрысы келмесе қисығын тұрлап аламыз бүйтіп. Сонымен салатта жейміз біз. Сонымен қазы-қартанда бәрін жей береміз. Сорпаны ішеміз сонымен. Сосын дейміз да құмшекерді аламыз да шай жасап араластырамыз. Сол рахат емес пе дедім да. Миың ашып отқан жоқ, бірақ тамақ іше сал деймін, миың бар. Сөйтсе шай тартып бересің. Қандай шай керемет болады. Сорпаның майы жүреді ішінде. Бір-екі ет жүреді, сонымен қосып жібересің да нан. Рахат қой бұл. Сөйтіп отырғанбыз енді, мен миым ашып отырған, не жейтін білмей отырған, бірдеңе тасыр ете қалды терезеден. Дабыл қағылды. Сөйтсем патыр, свет өшті, столдың астына кірдік те кеттік бәріміз. Тәртіп сонда екен да, столдың астына кіріп кеттім, байқап тұрмын. Дабыл. Мына жақтан дабыл, мына жақтан вертолеттер жүр. Қабырғалардан ракета шықты. Танкілер оталып жатыр. Ой, бұрмай үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кеткен екен ғой деп мен. Сөйтіп ана жақта рациямен сөйлесіп жатыр, болды, бітті, ештеңе жоқ, күдікті ештеңе жоқ, бәрін бітірдік. Свет жаға беріңіздер. Бүркіт, сұңқар, бір деп бар енді. Кімнің бүркіт, кімнің сұңқар екен, мен аяқты біледі өзім. Бір кезде свет жақтық, столдың астында да шағын шұқыр болып жатқандығым. Шығып қарасақ, класстасының қолында гранатомет, қолында автомат, винчестер, баласының қолында да сондай, қатынның қолында сондай. Тура 5 қаруын астына алған бәрі. Менің қолымда қасық. Мен ұят болып қалды. Биттім де қатырмасақ болсам бача. Ұят қой енді ана жерде. Сондай кісілердің алдында сондай. Сөйтсек тасыр ете қалған кептер терезеден қашып кеткен бір кептер. Сонымен рациямен сол кептерді истребительдер ұшып жүріп қуып ұстап алып келді үйге. Ол үйге алып келеді екен оларда. Жаңа қазақ қой, сіздер білмейсіздер оны. Үйге алып келеді екен оны. Сөйтіп оның жаңағыдай жазасын беріп, ана кішкентай баласы басын балтамен кесті. Дедік. Сөйтіп жататын болдық. Осының тамақ ішкен атау іштік біз ол жерде. Әрқайсылардың жататын бөлмелер бөлек болады екен ғой. Білмейміз ғой біз енді. Біз әшейін адамдармыз ғой, білмейміз ғой, қаяқтан білеміз оны. Олардың өмір бөлек болады екен ғой. Сонымен класстасымыз екеуміз баяғыда бірге жүрген, жаңағы Қырқынға бірге барған, сосын айттым, екеуміз бірге жатайық енді деп. Мен бірге жатайық деді. Жатар кезде шамал әңгіме айттық та, уақыттарын бәрі белгілі ма, білмеймін оларды, түсінбеймін. Біз таң атқанша бір отыра бересің ғой, ондай болмайды екен ол жерде. Ұят болады екен. Сонымен жатар кезде де рация шулап атқан. Бүркіт, ештеңе жоқ, демала беріңіздер, бүркіт. Оң жаққа қалай береді, сол жаққа қалай беріңіздер, төбеде қалай береді, вертолеттер ішіп жүр, демала беріңіздер. Біздің демалып жатқан жатқан бөлмеміздің алдында бір бөлме бар екен. Сорада күзетшілер отырады екен. Сорадағы есікті жабу керек екен. Ең соңындағы сол арадағы күзетші бізге есеп беріп тұр. Екеуміз жатырмыз. Сол күзетшіден сұрап жатыр. Менің жаңағыдай класстасымда жаңа қазақ. Першеттегі естіттің бе? Темір естіттің бе? Ойғыр бір дуалда тұрған есік тұр ғой, жабайын деп жатқан.
темір есік жаптың ба? Ағылшын замогын құртадың ба? Оның бер шетіндегі оқ өтпейтін шыны есік жаптың ба? Анау итальян замогын салдың ба? Салдым. Оның бер шетінде тұрған еменнен жасалған есік жаптың ба? Жаптым. Жапоннан шыққан замокты жаптың ба? Жаптым. Төбесе темір тіредің ба? Темір тіредім. Одан кейін баяғы совет үкіметінен қалып келген дабадан жасалған есік жаптың ба? Жаптым. Российский замок салдың ба? Салдым. Мына көлденең темірді былай құртадың ба? Құртадым. Шылабыра тіредің ба? Сөйден ақырай. Жоқ, ұмыт кетсін деді. Міне, ашық екен ғой деді. Ашық атып кетсе болады екен ғой бізді деді. Сөйтті қайттан жапты олар. Сөйтті таң атқанша ұйықтаған жоқпыз. Тысыр ете қалса атып тұрады. Жастықтың асты, көрпенің асты толған қару жарақ. Бұлай. Мен соңында бір қасық бит мен де тұра салам ұялғанмын айту. Ұятта анадан, ұят болады да, кластасың ба, сыйлауың бірақ қой үйінде жатырмын деп. Сонымен таңертең тұрдық, ұйқы болмады. Таңертең кетіп баратырмыз. Жаңағыдай қиқумен кетті балдары. Әйелі кетті қиқумен. Екеуміз шығып тұрмыз қиқумен. Сосын мен ана балаға айттым, бұл қандай өмір дедім мұны сенікі. Сен одан да сен өзің бір кеттен алып, ауылға барып жер қазбайсың ба дедім. Қатқан нанменен қара шайды адалдықпен ішпейсің ба, мына не өмір десем, қазіргі заман осы деп кетіп баратыр. Мен ойладым да, не өмір? Мен енді ондай кісілер бұл концертке келмейді, мұндай концертке. Бұл концертке өзі таза адамдар келеді өзі. Оны концертке шақырам осындай концертке. Ол бір апта қалғанда шақырсам келмейді ол. Сіз неғып 2 ай бұрын айтпайсыз. Өйткені ол 2 ай бұрын айтуың керек, орнын айтуың керек, сол орынды тексеру керек. Астында мина жоқ па, үстінде не жоқ па. Сосын оған оқ өтпейтін жанындағы шыны қою керек. Соның ішінде өз наушникпен тыңдап отыру керек енді концертте. Мен айтып отырмын да, өстіп тыңдаған ғана керек. Маған керегі жоқ ондай. Достардың, жаңа қазақтардың. Келіп отқандарыңызға үлкен көп рахмет. Мейрамдарыңыз мейрамдарға тағы да ұласа берсін деп бір құттықтап қоя салайын деп отырмын.